Дорогие соотечественники, мы начинаем сегодняшний эфир. Бүгін біз эфирімізді бастап отырмыз, құрметті отандастар. Бүгін бізде эфирде Германиядағы Айткүл ханым деп айтатын едік, енді ол кісіні қазір Нидерландыдағы Айткүл ханым деп айтамыз. Міне Айткүл ханыммен бүгін тікелей эфирге шығып отырмыз. Тікелей эфир 16-12 ақпараттық арнасында жүріп жатыр, сондай-ақ ютубта Мұхтар Әблязов арнасында жүріп жатыр. Құрметті отандастар, біздің эфирді бастамас бұрын сіздерге айта кетейін дегеніміз, сіздерден өтініп сұраймыз. Осы эфирге барынша лайк басып, төменге комментарий жазып, Путину капу, Тоқаев режимі құлайды, Средним режим Назарбаева Тоқаева деген тәрізді әртүрлі комментарийлер жазып, экранды 2 рет басып, лайк басып, бөлісіп эфирмен белсенділік танытып отырсаңыздар, біздің эфирді көптеген адамдар көретін болады. Себебі білесіздер, Қанішер Тоқаев біздің 16-12 ақпараттық арнасын, біздің лидеріміз Мұхтар Әблязовтың аккаунттарын, менің, Елдос Нәсіпбеков, барлық Меңдігазиев, мынау демократиялық таңдау қозғалысы мүшелерінің барлығының аккаунттарын удалить етіп, банға жіберіп, міне осындай Цукербергпен, жаңағы Facebook, Instagramмен келісіп, қазір енді ютубте де теневой банға жіберіп жатыр. Сол үшін сіздердің лайк басуларыңыз, комментарий жазуларыңыз өте қатты көмектесетін болады. Сол үшін достар, эфирмен барынша бөлісіп, лайк басып отырыңыздар. Бүгінгі эфирдің тақырыбы Тоқаевтың 7 жылы. Қазақстан Путиннің астында. Тоқаев Марат Жыланбаевты өлтірді ме? Марат Жыланбаев қайда демекші? Құрметті отандастар, өздеріңіз білесіздер. Алға Қазақстан шынайы оппозициялық партиясының лидері Марат Жыланбаевты, Қанішер халықты атып өлтірген Тоқаев, жабық сотпен 7 жылға соттап, енді жарты жылдан астам Марат Жыланбаевтан ешқандай хабар жоқ. Адвокаттарды кіргізбейді, туған туыстарына ешқандай хабар жеткізбейді. Оның не тірі, не өлі екен айтпай. Бір сөзбен айтқанда, алдында адвокаттар Маратқа барған кезде карантин жариялап, түрмеде вирустар жүріп жатыр деп осындай құйтырқы іс-әрекеттерін жасап отырған болатын. Бірде-бір информация жоқ. Міне сол Марат жайында, елдегі жағдай жайында, Тоқаевтың атап айтқанда қазір міне 9 маусым күні 9 июнь 2019 жылы өтірік сайлау өткізіп, өздеріңіз білесіздер, Қуыршақ Қосановқа көптеген халық сеніп, алданып, мынау Қанішер Тоқаевты сол Қосанов алдын ала сайлау бітпей жатып, о, Тоқаев, жеңісіңіз құтты болсын деп, бір сөзбен айтқанда, Тоқаев Қанішерді Назарбаев президент қылып, осы 9 июнь күні сайлауын өткізіп тағайындауға болатын. Ал атап өтетін болса, 2019 жылы 19 күні Назарбаев өзі кетіп, отставкаға кетіп, Тоқаевты президенттікке отырғызып, өзінің жиһазын тағайындаған болатын. Міне осы Тоқаевтың 7 жылдан астам, міне уже 8 жылға кетіп бара жатыр, құрметті отандастар. Осы Тоқаевтың 7 жылдан астам уақыт ішінде қандай өзгерістерді жасады, қандай бір реформаны жасады, соны айтып беріңіздерші деп халықтан сұраймыз. Халық жауап бере алмайды. Енді біз Қазақстан демократиялық таңдауы қозғалысы, Қазақстан оппозициясының үйлестіру кеңесі осы саясатпен күндіз түні айналысып жатқанымызға қаншама жылдар болды, бірақ ешқандай да Тоқаевтың өзгеріс жасап жатқанын көріп жатқан жоқпыз. Бәлкім біз шынымен де қателесіп отқан шығармыз. Себебі Қазақстанда қараса той-томалақ, елдің барлығы қыруар, анда барады, мында барады, той тойлап жүр. Мысалы, біреулері нан таба алмай жүр, тамағын таба алмай жүр. Енді миллиондаған адамдар қиналып жатыр дейміз. Бірақ ол миллиондаған адамдар өзгерісті қаласа, олар іс-әрекет ету керек қой. Жыламаған балаға емшек жоқ демекші, мұнда халықты атып өлтіріп, миллиардтарды тонап, қаншама іс-әрекеттерді жасап жатыр, бірақ халықтың тарапынан белсенділік жоқ. Не себепті? Бәлкім біз қателесіп жатқан шығармыз. Бәлкім Тоқаев, мысалы, Семей Тоқаевтың өзі айтып жатыр, 90%-дан астам халық Тоқаевты қолдайды дейді. Бәлкім біз қателесіп жатқан шығармыз. Бәлкім шынымен де 90%-дан астам халық Тоқаевты қолдайтын шығар. Тоқаевтың жаңа Қазақстаны,
таза Қазақстаны, әділетті Қазақстаны енді келіп, жаңа конституциясын бәлкім қолдайтын шығар. Соны білмей отырмыз. Соны білу үшін, міне бүгін Нидерландыдан қосылып отырған Айткүл ханым, білесіздер, тиктокта атышулы Айткүл деп танымал біздің Қазақстан азаматының белсенді азаматшасы, Қазақстан халқының. Құрметті отандастар, мүмкін Айткүлден сұрайық. Айткүл білетін шығар, бәлкім тиктокта көптеген адамдар Айткүлдің эфиріне кіріп, жоқ, біз Тоқаевты қолдаймыз, Тоқаев дос айтады деп айтатын шығар. Соның барлығын талқылайық деп едік. Сол үшін қазір енді Айткүлге сұрағымды қойып бастамас бұрын, құрметті отандастар, тағы да эфирге лайк басып, Айткүл ханымды қолдап, оның тикток аккаунтына тіркеліп, біздің 16-12, сондай-ақ Мұхтар Әблязов YouTube арналарына тіркелулеріңізді сұраймыз. Колокольчикті басуды ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар. Ендеше бастайық. Айткүл, ендігі Тоқаевтың 7 жылдан астам уақыт президент болып жатқандығынан бастасақ, біз енді көріп жатқан жоқпыз. Бәлкім сіз көріп жатқан шығарсыз. Тоқаев 7 жылдың ішінде не істеді, қандай өзгерістер болды дегендей, бәлкім тиктокта Тоқаевтың жақтастары көп шығар. Тиктокта не болып жатыр Тоқаевтың осы 7 жылдық президенттігі жайында резюме жасасақ. Сәлеметсіздер ме, құрметті қазақ халқы. Заманбек 19 жылы Тоқаев президенттік қызметке тағайындалғаннан кейін елімізде көптеген реформалар жасалынды. Бірақ осы 7 жылдық еңбегінің өткілінде жасалынған реформалар халықтың пайдасына шешіліп, ешқандай нәтиже беріп отқан жоқ. Оған дәлел қазір еліміздегі болып жатқан бағаның қымбаттауы, экономикалық жағынан халықтың әл-ауқатының құлдырауы және саяси жағынан халықтың сөз бостандығы жойылуда. Қазіргі таңда біле білсеңіздер, Қазақстанда халықтың сөз бостандығы 149 орынға түсті. Бұл деген сөз елімізде Тоқаевтың президенттік өткілі кезінде халықтың сөз бостандығы жойылған деген мәселені көрсетіп отыр, дәлелді түрде. Тоқаев саяси немесе жаңағы өзгеріс реформаларын жариялағанымен, оны ешқандай халықтың пайдасына шешкен жоқ. Қазіргі таңда мен тикток әлемінде көптеген күнделікті сағаттап тікелей эфирлар өткіземін. Ол жерде халықтың Тоқаевқа деген мемлекеттің қазіргі таңдағы президентіне деген көзқарасы өте қайшы, наразы, себебі халықтың экономикалық жағдайы қазіргі таңда мүшкіл болып тұр. Оған әртүрлі жағдайлар бар, азық-түліктің қымбаттауы, күнделікті өмірдің қымбат болуы, жұмыссыздығы, зейнетақының төмендігі, бағаның тұрақсыздығы, айлық жалақының төмендігі, елден жастар шет елге соңғы 7 жылда өте көп кетіп жатыр. Бұның барлығы Тоқаевтың жасап отырған реформасының әлсіздігі, және ол халықтың, мемлекеттің пайдасына, мемлекеттің болашағына жұмыс жасалынып жатқан жоқтығын көрсетіп отыр. Тағы да бір айтып кететін жайт, осы 19 жылы Тоқаев елімізге президент болып келгеннен кейін бізде өте үлкен қазақ тарихында тарихи сәт болды. 22 жылы қаңтар мәселесі. Ол өте халықтың ғасырлар бойынғы қалатын тарихи сәті. Осы тарихи сәтте халықтың жаңағы қорғанышы ретінде халыққа өте үлкен жалған ақпарат таратты. 20 мың террорист келді және ескертусіз оқ атуға бұйрық берді. Осы мәселе қазір халықтың көкейінде сұрақ бар. Тоқаевқа сенімсіздік білдіріп отыр. Себебі қаңтарда халықты қорғау үшін сондай бір сағатты жариялап, халықты бірлікке шақырды. Бірақ сол мәселе өткеннен кейін елімізге Тоқаевтың жариялаған 20 мың террористі және өзінің ескертусіз оқ атуға берген бұйрығына Тоқаев ешқандай жауап берген жоқ. Және 20 мың террористі көрсеткен жоқ, және жаңағы терроризм, экстремизммен қамаған саяси белсенділерді ақтап шыққан жоқ.
Сондықтан қазіргі таңда TikTok әлемінде Тоқаевқа байланысты өте үлкен сенімсіздіктер туындаған халықтың арасында. Тоқаевтың жасап жатқан әрбір жаңарту, жақсарту немесе дамыту реформаларына халық үлкен сенімсіздікпен қарайды, Заманбек. Себебі нәтиже жоқ. Айткүл, қоса кетейін деп едім сізден сұрақ мынандай. Енді 7 жылдың ішінде шынымен де өте көптеген проблемалар болып жатыр. Енді оны сізбен біз таңертеңнен кешке дейін осы саясат әлемінде болып, елдегі болып жатқан жағдайларды мұқият бақылап, халықпен таңертеңнен кешке дейін байланыста болып, енді бүкіл температураны сезініп отырмыз ғой, не болып жатыр тағысын тағы дегендей. Бірақ дегенімен халықтың белсенді әрекеттері жоқ. Мысалы қараңыз, бізде эфирде, қазақша эфир жүргіземіз, 40 мың, 50 мың адамдар просмотр көреді. Біз айтып жатырмыз, мынау Қанішер Назарбаев Тоқаев жүйесін кепілді түрде бейбіт жолмен құлату үшін бізге 20 мың адам жеткілікті дейміз. Бізде 300 мың, 500 мың, миллиондаған просмотрлар жинайды. 20 мың адам енді көріп отырмыз. Миллиондаған адамдар Тоқаевты боқтап жатыр, тағысын тағы қарсы. Бірақ сол миллионның ішінен небәрі 20 мың адам шықпай ма? 20 мың адам мысалы бізде бар деп жатырмыз, олар режимге күресуге дайын. Осымен не айтқым келіп отыр менің? Бәлкім Қазақстан халқы енді таңертеңнен кешке дейін бала шаға қайдан тапсам ақша деп тағысын тағы анализировать етпейміз ғой, былтыр не болды, алдыңғы жылы не болды дегендей. Бәлкім осылай қазір тікелей эфирде еске түсіріп көреміз. Тоқаев 7 жылдың ішінде не істеді? Сіз қандай бір жақсы жасағанын білесіз? Егер жақсы жасағанын білмесеңіз, жаман не жасады тағысын тағы 2019-дан бастап есептеп көрсек. Мен жақсы жағын айта алмаймын, Заманбек. Мен жақсы жағын көрген жоқпын. 7 жылдың ішінде елімізде ешқандай жақсы жаңалық болған жоқ. Барлығы Тоқаевтың жеке немесе басқа халықтың мүддесіне емес, өз мүдделеріне жұмыс жасады. Жаман жағы өте көп. Біздің мемлекеттің, Қазақстан деген мемлекеттің кепілдігі болатын құжаттың өзін Қасым-Жомарт Тоқаев өз мүддесіне және бұрынғы экс-президенттің және елімізді тонаған олигархтардың құқығын қорғау үшін жаңартты. Кешегі 26 жылғы референдумның кезеңінде 77 заңнамалардың өзгертуіне байланысты. Халықтың мүддесіне, халықтың тіліне, жерімізге, жерасты жерүсті байлығымызға және барлық жаңағы мемлекеттің мүддесіне жұмыс жасалынған жоқ. Оны біз қазақ тілінде болсын, орыс тілінде болсын, және де Тоқаевтың іс-әрекетіне қарап отырып анық айта аламыз. Тоқаев еліміздің мүддесі үшін жұмыс жасап отқан жоқ. Көзге іліп, дауыс шығарып айтатын мен ешқандай да халық үшін жасалынған жұмысты көрген жоқпын. 7 жылдық көлемінде. Және батырып айтатын мәселелер халыққа қасақана жұмыс жасады. Ол қаңтардағы мәселе, жалған ақпараттар атуы, және қазіргі таңда Тоқаев елімізде 26 жылы саяси партияларды тіркеу науқанын жариялап, саяси партияларды тіркеу науқанында 4 жылдан бері Алға Қазақстан тіркелмеген саяси партиясын тіркемей отыр. Алға Қазақстан саяси партиясының мүшелері 27 рет, Заманбек, күні кеше 27 рет өз ұсыныстарын мемлекеттің тарапына ұсынды. 27 рет тіркелмеді. Бұл деген сөз біздің елде халық үшін жұмыс жасайтын президенттің жоқтығы. Қазір мұнда сіздің айтқаныңызға қарап есімен ойланып отырасыз ғой, анализ жасайсыз. Мен 2018 жылы оңтүстік Кореяға кеткен болатынмын. Оңтүстік Кореяға кеткен кезде маған айына 3000-4000 доллар төлейтін, маған квартира беретін, завтрак, обед, ужинымды беретін. Айына ол
біздің Қазақстанның теңгесіне шаққанда 1,5 миллион, 2 миллионға дейін ақша табады. И сол 2000 енді Кореяда көптеген қазақтармен кездестім, қазақтармен бірге тұрдық, бірге жұмыс жасадық, стройкада істедік, зауыттарда істедік, тағысын тағы. Бірақ сол 2019 бен 2023-24 жылдардың аралығында жаңағы мен білетін қазақтардың көбісі оңтүстік Кореяда жұмыс жасап, Қазақстаннан кредитке үй алып, кредиттерін төлеп, мәшіне алып, жаңа мәшінесін салып, тағы сондай жағдайларын жасады да Қазақстанға қайтып келді. Арада 1 жыл өткен жоқ. Қалайсыңдар, Кореядан қайтып келдіңдер, Қазақстанды сағындыңдар, өмірлерің қалай деп сұрасам, ойбай, атасына нағылет құрысын бұл Қазақстаны. Мен Кореяға барып 3-4 жылдың ішінде үй алдым, мәшіне алдым, кредиттерімді жаптым, ақша таптым. Қазақстанға келіп 1 жыл өмір сүріп, қайтадан кредитке баттым, алған мәшінемді сатып жібердім, тағысын тағы дейді, сондай әңгімелерін айтады. Мен соған айтамын да жаңағы жігіттерге. Енді көріп отырсыңдар ғой жағдайды. Мынау қанша Тоқаевты құлатайық, Назарбаев Тоқаев жүйесін құлатайық. Белсенді әрекет жасайық десең, қорқады. Қорқсаң қаржылай көмектессем, иә дейді, біреулері қаржылай көмектесетіндер бар, біреулері үндемей қоя береді. Осыған байланысты мен Тоқаевтың 2019-дан 2026 жылға дейін қысқаша қосып айта кетейін деп едім, не жағдай болғанын естеріне түсіріп халықтың. 2019 жылы Тоқаев президент қылып тағайындалған кезде не істеді ең бірінші? Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның негізін қалаған деп Астананы Нұрсұлтан қылып өзгертті. Ең бірінші указы. Каждый раз қалаларға барған кезде, халықпен кездескен кезде, елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның негізін қалаушы, отец-основатель нации деп сондай іс-әрекеттерін жасады. Жарайды, біз сол кезде көрсеттік. Көрдіңіздер ме, Тоқаев Назарбаевтың мебелі, сол Назарбаевтың қожайыны, Тоқаевтың қожайыны Назарбаев не айтса, соның барлығын жасайды дедік. Сол кезде ол халықтың көбісі ойбай, Тоқаевқа шанс берейік. Енді ол Назарбаевтың влияниесінде болды ғой, системаны өзгерту оңай емес қой дейді. Системаны өзгерту оп-оңай, қазір мен сіздерге соңында айтып беремін. Сондай нелерін айтып жүрді. Біз таңертеңнен кешке дейін халыққа көрсетіп, саясатпен айналысып, эфирлерге шығып, Мұхтар Қабылұлы күніне 2-3 рет эфирлерге шығып, активистігі қадат, неше түрлі сондай ұлан байтақ үлкен жұмысты жасадық. Қазақстанның ішінен ең бірінші орында белсенділер пикетке шықты, митингілерге шықты, көптеген акциялар ұйымдастырды, субатаждар ұйымдастырды. Жаңағы көше партиясы деген құрылды. Көше партиясы 200 мыңнан астам адам қосылды 1 айдың ішінде. Сол кезде Тоқаев көше партиясын экстремистік ұйым деп танып, қорыққандығынан лидерлерінің барлығын отырғызып, бір сөзбен айтқанда тотальный репрессия жасаған болатын. Дулат Ағаділ бар, оны өлтірді. Тоқаевтың кезінде білесіздер, потоп, пожар, арыстағы жарылыстар, осының барлығы келіп, Тоқаевқа қарсы, мынау Назарбаев Тоқаев жүйесіне қарсы 2022 жылы қаңтарда халық 90 региондардан массовы митингге шығып, 400 мыңнан астам адам жаңағы Тоқаев кет, парламенттік республика, шал кет деп шыққан болатын. Сол кезде Тоқаев не істеді? 20 мың террорист тек қана Алматыға шабуыл жасады деді. Путин өзінің қожайыны Путинге жалбарынып, ОДКБ әскерін, Путиннің, Ресейдің әскерін кіргізіп, Қазақстан халқын атып өлтіріп, оларды өртеп, 10 мыңдаған адамды пыткадан өткізді, азаптады. Міне Қанішер Тоқаевтың осындай іс-әрекеттерін көріп, сол кезде Назарбаев не деді? Халық шыққан кезде, ойбай, мен пенсионермін ғой, Тоқаевқа бердім билікті деді. Содан бастап Тоқаев 2022 жылдан бері қарай 16 миллиард доллар тұратын. Қазақстан, ойлаңыздар, әлемде бірінші орында уран өндіретін Қазақстан болса, сол уранды алып, кімге? Путинге бере салды да, қазір Қазақстан емес, Ресей бірінші орында тұр. Одан бөлек нефтяной месторождениелер, жаңағы аэропорттар, бір сөзбен айтқанда, елдегі кармет комбинат тағысын тағы бүкіл компанияларды Путинге беріп жатыр. Жай ғана компаниялар уран,
нефть деп, аэропорт деп бөлмей-ақ қояйын. 20 миллион Қазақстан халқын Қазақстан мемлекетімен бірге Путиннің астына тығып беріп жатыр. Өздеріңіз білесіздер, атом электростанциясын сол Ресей салады деді. Енді келіп, Украинада шыққан жаңағы статистиканы білесіздер. Орталық Азия мемлекеттерінен 12 мыңнан астам адамдар осы Украинаға қарсы соғысып Путин үшін өліп жатыр. Соның ішінде Қазақстан 3-ші орында. Қазақстаннан 3 мыңнан астам адам соғысып жатыр. Енді келіп, қазір Қазақстанда не жасалып жатыр? Тоқаев тұрып, басқа мемлекет үшін соғысқа барсаңыздар, олар қылмыстық іс қозғалмайды, олар өздерінің құқығы деді. 9 мамыр День Великой Отечественной войны, мы вместе с Москвой воевали деген әңгімелерін айтады. Путин бүкіл әлемдегі мировой лидер. Ресейсіз, Путинсіз ешқандай проблема шешілмейді дейді. Ваше превосходительство. Тоқаев осы Қазақстан, Орталық Азия, Ресейдің құрамында болған. Қазір де Ресей осы мемлекеттерде ключевой роль ойнау керек. 2025 жылы бар декларацияға қол қойды. Бір сөзбен айтатын болсақ, достар, мен мысалы қазір Литвада тұрып жатырмын. 4 жылдан астам уақыт болды. 4 жылдан астам уақыт Литваның енді жаңалықтарын қарайсың ғой. Ол жерде қандай жаңалықтар айтылады? Мында потоп болды, мында адам өлтірді, мында мынандай проблемалар болып жатыр деген не? Жоқ жаңалық бұл жақта. Бұл жақта жаңалық қандай? Мынау Литва мемлекеті Ресейдің жүргізіп жатқан саясатына қалай төтеп береді? Литваның саясаткерлері не айтып жатыр? Жаңағы әкімдері, президенті, премьер-министрлері қандай әрекеттер жасалып жатыр, тағысын тағы деген. Ал біздің Қазақстанға кірсек, мына жерде потоп, мына жерде авария, мында кішкентай балаларды жаңағы зорлаған дейді. Полиция қызметкерлері кішкентай балаларды зорлаған деп, міне осындай новостар шығып жатыр. Бұның барлығы, әрине, мынау Қанішер Назарбаев Тоқаев жүйесінің кесірі, мынау Тоқаевтың 7 жылдан астам уақыт ішіндегі қысқаша ғана айтып, есімізге түскенін айтып жатырмыз қазір. Достар, егер де сіздердің Тоқаевтың осы 7 жылдан астам уақыт ішінде не жасады, соның барлығы естеріңізге түссе, астыға комментарий ретінде жаза кетіңіздер. Ол бойынша тағы да материалдар шығарамыз, келесі эфирлерде тағы айтып кететін боламыз. Бір сөзбен айтатын болсақ, Қанішер Назарбаев Тоқаев режимі дейміз. Бірақ біз Қазақстан халқы өкінішке орай өзіміздің немқұрайлығымызбен, өзіміздің қорқынышымызбен, ойбай елбасы жасасын, ойбай біреу жақсы сөз сөйлесе, ой мынау президент болу керек деп, өзімізді құлдық сана сезіммен бізге біреуміздің басымызға басшы керек сияқты ұстаймыз. Жоқ, біз өзіміз лидер болуымыз керек. Міне сол себепті біз қазір 16-12-нің жұмысын, ақпараттық арнасының жұмысын күшейттік. Міне Айткүл Сармырзаева ханым, оның алдында қымбат әбеу деп Нидерландыдан тағы шықты. Қазір алдағы уақытта бізге осылай әр мемлекеттерден, шет мемлекеттерде тұратын Қазақстан азаматтарын шақырып, осылай бізбен эфирге шықсын деп айтып жеткізіп жатырмыз. Көрдіңіздер ме, достар? 7 жылдың ішінде Тоқаев ешқандай өзгеріс жасаған жоқ. Неге? Себебі халық үнсіз, өзгерісті талап етпейді, өздерінің құқығы үшін талап етпейді, өздерінің жақсы өмірі үшін күреспейді. Қараңыздар, кеше ғана сіздердің жалақыларыңыз 150 мың, 200 мың еді, 5 жыл бұрын. Қазір жалақыларыңыз сол 150-200 мың. Ешқандай өзгеріс жоқ. Ал товарлардың бағасы шарықтап қымбаттауда, экономика деген НДС-ті білесіздер, 16% болды. Міне ешқандай проблемалар шешіліп жатқан жоқ. Міне осыны қоса кетейін деп едім. И осыдан сұрақ, Айткүл, бәлкім сіз Тоқаевтың жаңағы жасап жатқан мынау қитұрқы әрекеттері, саяси тұтқындарды отырғызуы, тағысын тағы, осылай Тоқаев ұзағынан халықты басып ұстай алады деп ойлайсыз ба? Мүмкін енді сіз халықпен сөйлесіп жатырсыз, TikTok-та эфирлер жүргізесіз. Халықтың настроениесі қалай болып жатыр? Халықтың көзқарасына сүйеніп айтатын болсам, Тоқаев дәл осындай қызмет жасап, немесе жаңағы қысымменен жақын арада жарқын болашақты жасайтын президенттік сенімнен айырылады. Себебі Тоқаевтың жасап жатқан әрбір іс-әрекетіне халық наразы. Заманбек, бізде 3 жыл бұрын шыққан кезімде
жаңағы тикток аккаунтта енді мен сағаттап 5 сағат 7 сағат кейде таңға дейін отыратын күндеріміз болатын. Сол кезде енді 30 мың 40 мың адамға дейін қарайды эфирларды өтіп кетіп иә, ал пікір қалдырып өзінің ойын бөлісіп немесе эфирға келіп бізбен пікір таласып жүрген халықтың, азаматтардың дәл қазіргі таңда мына кешегі референдумнан кейін халықтың көзқарасы біршама өзгерген. Себебі Тоқаев қаңтарда айтты, 9 айда мен елден ұрланған активтердің барлығын қайтарамын деді. Дұрыс па? Және бізде елдегі жерасты жерүсті байлықтарды, активтерді кім ұрлады, оны халық біледі. Экс-президенттің кландары. Және ол қайтарылған активтерді халық көріп отқан жоқ. Халықтың әл-ауқаты бұрынғыдан да төмендеп баратыр. Одан бөлек кеше Тоқаев өзінің жаңағы ата заңның конституцияны ауыстырған кезде 48-ші баптың 3-ші тармағында экс-президент және экс-президенттің отбасын мемлекеттің тарапынан қорғауды заңға енгізді. Бұны көріп отырған қазақ халқы Тоқаев Назарбаевтың мебелі екеніне көзі жетіп отыр. Сондықтан мен ұзаққа бармайтынына көзім жетіп отыр. Тоқаевтың президенттік міндеті ұзаққа бармайды. Себебі оның іс-әрекетімен, қудалауларымен халықтың әлеуметтік жағдайы осы шешімге алып келе жатыр. Жақын күндері, бәлки 1 жыл аралығында Тоқаев өзінің дұрыс атқармаған қызметі үшін жауапкершілікке тартылады деген ойым бар. Егер менің тикток аккаунтымдағы эфирларды сараптап отырсам, себебі наразылық өте жоғары Тоқаевтың президенттік қызметіне. Естілмей жатсың, Заманбек? Микрофонды өшіріп қойыппын. Мұнда ютубтан комментарий көріп отырмын да, бүйтеді. Штрафстан шаршатты дейді. Құрметті достар, штрафстан шаршатса, сіз жай ғана комментарий жазбай белсенді болсаңызшы. Тоқаев не деді шығып? Вот, кейбір адамдар, біздің Қазақстанды жек көретіндер, Қазақстанды штрафстан деп айтады. Оған қарамастан біздің халық осылай саясатымызды жүргізіп жатқанымызды қолдап отыр. Біз әрі қарай осы штрафстан саясатын жүргіземіз деп тұрып айтты. Мұнда келіп штрафтан шаршатты дейді. Ну, жарайды. Жай ғана комментарий жазды. Шаршатты дедіңіз. Заманбек Тоқаев кешегі үндеуінде, штрафстан деп айтқандарды, Қазақстанды штрафстан деп атағандарды біз заңды түрде жауапкершілікке тартамыз дегеннің өзі, ол себеппен емес, салдарымен күресіп, халықпен тығыз байланыста жұмыс жасай алмайтын президент екенін дәлелдеп отыр. Халық айтса қалып айтпайды, халық штрафтан көз ашпай жатыр. Не себептен? Тоқаевтың басқарып отырған мемлекетін халық Қазақстан емес, әділетті Қазақстан немесе тәуелсіз Қазақстан немесе жаңа Қазақстан емес, штрафстан деп атады. Себебі халық түкірсе штраф төлейтін жағдайға жетті. Бұл Тоқаевтың өзінің іс-әрекетіне халықтың атынан бағалаған ат. Оған өкпелеудің қажеті. Неге ол кісі себебімен емес, салдарымен күресіп, өзінің әлсіздігін көрсетіп отыр. Кешегі берген үндеуі, халыққа жасаған үндеуі өте қорқынышты және күлкілі үндеу. Ол бір мемлекеттің президенті ретінде ондай жаңағы өзіне тағылған атты қоқан-лоққыменен халықты қорқытып отыр да. Ол неге? Ол өзінен сұрау керек. Неге мен басқарып отырған мемлекетті халық штрафстан деп атады деп өз-өзіне сұрақ қоюдың орнына штрафстан деп атаған халықты жазалауға, заң алдында жауапкершілікке тартуды бұйырып тұр. Бандиттік жолмен билік. Осы мәселені қарап отырсақ, президенттің, яғни үкіметтің халықпен тығыз байланыста, қарым-қатынаста жұмыс жасалмайтыны көрініп тұр.
дұрыс айтасыз. Мында тағы бір комментарий жазыпты да, оқып жіберейін. Путиннің табуреткасы Тоқаевты тоңқайтамыз бұйырса, Құдай қаласа дейді. Құрметті отандастар, Құдай қаласа да, қаламаса да Путиннің табуреткасы Тоқаевты да, Қанішер Назарбаев Тоқаев жүйесін тоңқайтамыз, түрмеге тығамыз. Сол үшін белсенді болыңыздар. Жасырын ұяшық құрып телеграмнан штабқа байланысқа шығыңыздар. Біз сіздермен осылай ұйымдасып тұрып іс-әрекет жасап, түбі мынау Қанішер халықты атып өлтірген Путиннің табуреткасы Тоқаевты тоңқайтамыз. Ол сөзсіз, достар. Ары қарай жалғастырайық. Мұнда комментарийлерді де оқып отырмын ютубтан. Өте көп адамдар қолдап отыр. Кейбіреулер дейді, менікін оқы дейді, мен Тоқаевты қолдаймын дейді. Сіз егер Аливан или кім мынау, өзіңіздің түріңізбен эфирге шыға аласыз ба? Маған жекеме жазыңыз. Мен сізге ссылка жіберем, сізді эфирге қосайық. Тікелей эфирде өзіңіздің түріңізді көрсетіп, халықты атып өлтірген Қанішер Тоқаевты қолдайтыныңыз жайлы шығыңыз, немесе Тоқаевтың қандай іс-әрекет жасады, қандай өзгерістер жасады, давайте келіңіздер дебатқа шығайық. Сондай-ақ бүгін мұнда жазып жатыр. Мұнда Әбіләзовтің иттері Тоқаевқа қарсы үруде дейді. Құрметті отандастар, Тоқаев, білесіздер, алдында айтты ғой. Ойбай, президенттің ешқандай туған туыстары саясатпен айналыспау керек, госслужбамен айналыспау керек деді. Ал енді өздеріңіз қараңыздар, мынау жаңадан құрылған Әділет партиясында Тоқаевтың племянницасы бар. Сондай-ақ Самұрық-қазына, Қазақстандағы компаниялар, государственный служащийлар болып жүрген, міне Тоқаевтың туған туыстары. Сіздерге шығып, ойбай, президенттің туған туыстары саясатпен айналыспау керек дейді. Себебі Назарбаевтың туған туыс бала-шағасы Дариға Назарбаеваға дейін саясатпен айналысты да біз үшін травма ғой ол кәдімгі. Мына жақтан бір президент шығады, ойбай, менің туыстарым саясатпен айналыспайды деп өтірігін айтасыз, біздің аңқау халық кейбіреулері, саған молодец, осындай президент болу керек дейді. Қанішер Тоқаев халықты атқанынан шаруасы жоқ, елімізді Путиннің астына тығып жатқанымен шаруасы жоқ. Осындай сөздерін айтып жатыр. Тоқаев біраз жұмыс жасап жатыр дейді. Не жұмыс жасап жатыр? Назарбаевтың ұрлаған 300 миллиард долларына Назарбаевқа жылдам жету үшін Тоқаев Қазақстанды Ресейдің астына тығып, Путиннен өзінің қожайыннан болашақта қорғаушы ретінде Путинді көріп, солай миллиардтарды тонап жатыр. Тоқаев Путиннің табуреткасы, қысқаша айтқанда. Айткүл, енді айтайын деп едім. Саяси тұтқындар жайлы сұрақ. Мысалы, енді сіз шет мемлекетте жүрсіз, айтып жатсыз елдегі жағдайды, саясатпен айналысуға шақырып жатсыз, халықтың арасында ағартушылықпен айналысып жатырсыз. Енді сізге де айтады, Айткүл, шет мемлекетте не істеп жүрсің, айтатын болсаң, Қазақстанға келіп айт дейді. Вот Қазақстанда Марат Жыланбаев, Амангелді Джахин, Эльвира Бекзадина, Қамбар Жүсіп, біз сияқты қаншама азаматтар бар айтып жүрген. Солардың барлығын отырғызды. Не себепті халық соларды қолдамайды? Не себепті оңыңдап сол саяси тұтқындарды босатсын деп көшелерге шықпайды? Ол саяси тұтқындарды босатсын деп халық көшеге шығу үшін біздің тарапымызда не істеуіміз керек? Енді біздің жасап жатқан іс-әрекетімізді көріп отырмыз. Орасан зор іс-әрекет жасап отырмыз, бірақ бізге жай ғана іс-әрекет, орасан зор іс-әрекет емес, бізге результат керек. Ал результат мынау саяси тұтқындарды қазір бірінші орында босатып алу. Міне осы жайында сұрайын деп едім. Ол барлық жаңағы Тоқаевтың үкіметін қолдайтын 200-ді, мен ол кісілерді қазақтың жаулары деп айта аламын, себебі Тоқаев өзінің президенттік өткілі кезінде қазаққа қасақана көп жұмыстар жасады. Оның бірі қаңтардағы жалған ақпараты және халықты ескертусіз оқ атуы. Одан бөлек шет елдік инвесторларды тартып, елімізді Қытайдың қаптатқаны, орысқа барлық билікті беріп қойғаны, сондай президентті қолдап, олған тағы да мүмкіндік берейік деп отырған, ол қазақ баласының болашағына өзінің азаматтық ұстамдығымен балта шабушылар, қазақтың жауы деп айта аламын мен ол кісілерді. Себебі көздерімен көріп отыр бұлардың қылмыстарын. Сөйте отыра
Тоқаевқа өзінің датын айта алмай, мынау саяси белсенділерге қайшы жұмыс жасап жатыр. Әрине, маған да айтады, мықты болсаң елге келіп айт дейді. Енді мен елден не себептен кеттім? Елде бүкіл қазақ көріп отыр, жалғыз Қазақстан емес, әлем көріп отыр. 8 миллиард халықтың ішінде жалғыз Сахараны 7 рет кесіп өткен марафоншы Марат Жыланбаевтың өзін ажал аузына тастап, қазақ үнсіз отқанда, мен секілді тағысын тағы қазіргі таңда 70-ке жуық Заманбек саяси белсенді түрмеде жатыр. Бостандығымен күресіп, сөз бостандығымен күресіп. Сол кісілер 70-ке жуық саяси белсенді түрмеде жатқанда, бізге шет елден келіңіз, келіп айтыңыз деген сөз өте орынсыз сөз деп ойлаймын, және ол анық солай. Сіздер мықты болсаңыздар, ауызбіршіліктеріңіз болса, баланың болашағына алаңдайтын қоғам болсаңыздар, неге елдегі әлем танитын Марат Жыланбаевтың дәл қазіргі жағдайына алаңдамайсыздар? Бұл қылмыс емес. Бүкіл әлемді бағындырған Марат Жыланбаев тірі ма, ол қайда деп сұрау, ол қылмыс емес, құрметті қазақ халқы. Уақытысында Марат Жыланбаев туымызды көтергенде, көкіректеріңізді ұрдыңыздар. Міне қазақтың жалғыз, әлемді бағындырған жалғыз батыры, бұл қазақ деп. Ал соған енді қазіргі таңда шетелдің батырлары немесе шетелдің туын көтерген Марат Жыланбаевтай жаңағы басқа да жолдарменен елінің атын шығарып жүрген спортшылары сіздерден Марат Жыланбаев қайда деп сұраса халықтан, Марат Жыланбаевты отыр деп жауап бересіздер ма? Сіздер қалай мүмкіндік беріп отырсыздар? Әлемді танытқан Марат Жыланбаевты қаматып, оның тірі немесе өлі екенінен хабарсыз болып, және шет елдегі біздер деген Марат Жыланбаевтың істеген бір іс-әрекетін істеген жоқпыз, және ол кісінің көтерген жүгін көтерген жоқпыз. Ол кісідегі бар танымалдылық жоқ. Сөйте отыра бізбен теңесетін елдегі отырған провокаторлар, олар халықтың жауы. Ал егерде шынымен жарқын болашақ жасағыларыңыз келсе, жалғыз батырды жауға қоймай, батырдың арқасында тұруға сіздер міндеттісіздер. Құрметті қазақ халқы. Біз тек бірліктің, ынтымақтың және көшеге ашыққа шығудың арқасында Марат Жыланбаевтай, кеше сотталған Амангелді Жахин, Эльмира Бекзадина, тағы сол секілді 70 батырымызды, жанашырымызды түрмеден шығара аламыз. Бей-жай, текетірес, провокация, сосын жаңағы бір қарным, бір қамым деп жүрген кезде біз жау алдына жалғыз батырды қойып, олардың өміріне қауіп төндіріп отырмыз. Дұрыс айтасыз, Айтгүл. Мен мұнда Амангелді Жахин жайлы қоса кетейін деп едім. Құрметті отандастар, осы жақында ғана Қанішер Тоқаев Амангелді Жахинді Алға Қазақстан оппозициялық партиясының оргкомитет председателі Амангелді Жахинді 7 жылға жабық сотпен соттап, 7 жылға түрмеге қамады. Тура сол Марат Жыланбаевтікіндей экстремизмді финансировать етті, экстремистік ұйымға қатысты дейді. Жарайды, экстремистік деген не ол? Экстремист деген ол елдегі жаңағы тыныштыққа, елге экстремистік түрде жарылыс жасау, ату, қыру, жаңағы сондай террористік ұйым, террористік іс-әрекеттерді экстремистік іс-әрекет дейді. Ал жарайды, Амангелді Жахин не айтты, тыңдайық. Амангелді Жахин, Марат Жыланбаев, Эльвира Бекзадина, Қамбар Жүсіпов барлығы бастарын біріктіріп, 2022 жылы Тоқаев қаңтарға халықты атып, өлтіріп, ойбай енді жаңа Қазақстан құрамын деп
құрметті отандастар, кез келгендеріңіз партия құрыңыздар, елге өзгеріс керек десеңіздер, сол партияларыңызды тіркеп, халық арасына шығып, өздеріңіздің жаңағы саяси экономикалық программаларыңызды ұсыныңыздар деді. Амангелді Джахин, Марат Жыланбаев, Эльвира Бекзадина шықты да не деді? Елдегі Назарбаев, оның жанұясы Дариға Назарбаева, Тимур Құлыбаев барлығын тұтқындасын, ұрлаған миллиардтарының барлығын тәркіленсін, 300 миллиард доллар жалғыз Назарбаевта тәркіленсін, оның барлығы Қазақстан халқының мүддесіне жұмсалсын деді. Қазақстан халқының орташа жалақысы 1,5 миллион теңге болсын. Қазақстан халқының жаңағы здравоохранение, білім барлығы тегін болсын деді. Социальные выплаты, аналарға, бала-шағаға берілетін выплаталар көбейтілсін деді, пенсиялар көбейтілсін деді. Мынау елдегі коррупционерлердің барлығы тұтқындалсын деді. И солай өздерінің Алға Қазақстан деген оппозициялық партиясын құрды. Бұл партия, Тоқаев айтты ғой, партия тіркеңдер деп. Міне Алға Қазақстан партиясын тіркеуге барып еді, тұрады да, сендер экстремистік ұйымда сәрекет жасадыңдар, сендер экстремистік ұйымды финансировать еттіңдер дейді. Доказательства қайда десең, сот жабық, ешқандай процесс көрсетілмейді, доказательства көрсетілмейді, алады да қамап тастайды. Халыққа тұрып осыны айтсаң, міне лидерлер шықты. Сіздің жалақыңыз қазір 150 мың теңге алып жүрсеңіз, ертең 1,5 миллион теңге болсын деп Амангелді Джахин, Марат Жыланбаев айтты. Неге сіз соларды қолдамайсыз? Не себепті саяси тұтқындарға бостандық талап етпейсіз деп? Иә, бостандық талап етіп, саяси тұтқындарды қолдап жатқан адамдар бар. Бірақ олар жүздеген мыңдаған адамдар. Жүздеген мыңдаған адамдармен біз өзгеріс жасай алмаймыз. Көп түкірсе көл демекші, көш жүре түзеледі. Міне біз көшпіз, 20 миллион халықпыз. Біздің басып алған бар жоғы 200-ге жуық адам, бандиттер, Назарбаев Тоқаев жүйесі. Міне соған қарсы күресіңіздер деп жатырмыз. Құрметті отандастар, мынау Қанішер Назарбаев Тоқаев жүйесін құлату үшін, саяси тұтқындарды бостандыққа шығару үшін, елдегі жағдайды өзгерту үшін бір ғана әрекет бар. Ол көше, ол митингілер, ол халық болып бас бірігіп көшеге шығып талап қою. Білесіздер, 2022 жылы бүкіл Қазақстан халыққа митингілерге шығып, көшелерге шығып, газ елу, правительство отставкаға кетсін деп еді. Тоқаев не істеді? Сразу газды елу қылды, Назарбаев шығып пенсионермін деді, Тоқаев тұрып правительство отставкаға кетті деді, якобы жаңа Қазақстан құрамын деді. Көрдіңіздер ме? Результат сол кезде ғана болады. Бірақ қаңтардағыдай 2022 жылғыдай атып провокациялар жасамас үшін ұйымдасып іс-әрекет етуіміз керек. Сол үшін жасырын ұяшық құрыңыздар, штабқа байланысқа шығыңыздар. Егер сіздер шет мемлекетте болып, міне Айткүл ханым тәрізді, сондай-ақ басқа да біздің Қазақстан азаматтары тәрізді эфирлерге шығып, ағартушылықпен айналыса алатын болсаңыздар, бізге байланысқа шығыңыздар, спикер ретінде осылай эфирлерге шығамыз. Егер спикер ретінде шығуға қорықсаңыз, бізге авторлар керек, қазақша, орысша текст жазатын адамдар керек, бізге монтажерлар қажет, бізге мына 16-12 ақпараттық арнасының жұмысын күшейтуіміз керек. Мысалы, авторлар бір блог, посттар жазу керек, видеолар. Біз міне спикерлер бір блог, үлкен команда болуымыз керек. Міне ертең Қазақстанда режим құлайды, сөзсіз, халық түбі көшелерге шығады, ол да сөзсіз. Сол кезде біз билікке келіп, біреулері әкім, біреулері депутат, біреулері компанияларды басқарып, елдегі жағдайды жылдам өзгертуіміз керек, халықтың тұрмыс-тіршілігін жақсартуымыз керек. Біз оның барлығын жасай аламыз. Мынау Тоқаев, нөл Тоқаев, табуретка, даже табуретка мен мебельден пайда бар. Мынау Қанішер Тоқаевтан дым пайда жоқ. Тек қана зияны тиюде. Тоқаев полный нөл минус десек те болады. Міне соның сол үшін достар, белсенді әрекет жасаңыздар. Сондай-ақ біз қазір мына 16-12 ақпараттық арнасында Қазақстандағы әкімдер, судьялар, прокурорлар мынау Тоқаевтың тағайындап жатқан жендеттерінің барлығын ұрлаған миллиондарын көрсетпекшіміз. Мысалы біз әкімдер айтады ғой, әкім депутаттар шығып,
Біздің жалақымыз 1 миллион, 1,5, 2 миллион десе, халықтың төбесі ашы тік тұрады. Ойбай, біздің алатын жалақымыз 150 мың дейді. Достар, олардың алатын 1,5, 2 миллион теңгесі бір күндік тамағы, даже бір күндік тамағы емес, бір сағаттық удовольствиесі. Біз мысалы қазір бір әкімдер жайлы мынандай ақпарат келіп жатыр. Әкімдер бас қосып, проституткаларды жалдайды екен де, бір сағатқа бір проституткаға 2 мың, 3 мың доллар береді екен. Ойлаңыздар, 1,5 миллион теңге міне, бірақ сағаттың ішінде жоқ болды. Сол үшін біз айтып жатырмыз, әкімдердің миллиондаған жаңаға салған зәулім сарайлары, қымбат мәшинелері, жерлері, компаниялары, қандай бизнестері бар, сіздердің фото, видео доказательстволарыңыз болса, бізге жіберіңіздер. Егер де сіздер өздеріңіздің қалаларыңыздағы әкімнің жұмысына ешқандай көңіліңіз толмаса, ол көңіліңіздің толмайтыны сөзсіз, себебі әкімдердің барлығын Тоқаев тағайындайды, әкімдердің барлығы сол Тоқаевқа жұмыс жасайды. Міне сол үшін әкімдердің, Тоқаевтың әкімдерінің ұрлаған миллиондары, зәулім сарайлары, машиналары, жерлері, бизнестері, сондай видео, фото, доказательство, фактілеріңіз болса, бізге 16-12 арнасына жіберіңіздер. Біз оның барлығын көрсетеміз. Егер де сіздердің қалаларыңыздағы әкімдің орнынан алып тастағыларыңыз келсе, әкімді орнынан кетіргілеріңіз келсе, давайте белсенді әрекет жасаңыздар, бізге ақпаратпен шығыңыздар. Біз бұның барлығын көрсетеміз. Сол кезде әкімдердің барлығы қалай орындарынан кететін болады, бәрін өздеріңіз көресіздер. Бірақ та достар, бір әкімді екінші әкімге ауыстыруы, бір депутатты екінші министрмен или судьямен ауыстыруы ешқандай өзгеріске әкеліп соқпайды. Себебі Қазақстандағы министрлер, депутаттар, әкімдер, судьялар, прокурорлар, полиция қызметкерлері, жаңағы СМИ, осының барлығын Тоқаев, Назарбаев қадағалайды. Сол үшін де бұл әкімдер, депутаттар, министрлер барлығы осы Қаныш Назарбаев Тоқаев жүйесіне жұмыс жасайды. Сол үшін біздің мақсатымыз, міне Айткүл ханым бар, Мұхтар Қабылұлы, барлық Меңдіғазиев, барлығымыз сіздердің алдарыңызда шығып, елдегі жағдайды өзгерту үшін, сіз мысалы Тараз қаласында тұрасыз, Тараз қаласындағы проблемаларды білесіз. Тараз қаласында қандай өзгертулер жасау керек екенін білесіз. Әкім болғыңыз келе ме? Сіздің қолыңызда. Қазірден бастап саясатпен айналысыңыз, ұяшық құрыңыз, жасырын, біздің қатарымызға қосылыңыз. Лидер болып, жаныңызда адамдар жинап команда құруыңыз керек. Сол кезде ертең сіз әкім болып, Тараз қаласын көркейте алатын мүмкіндігіңіз болады. Қазіргі әкім ол көркетпейді, себебі ол Тоқаевқа жұмыс жасайды, ал сіздің көркейтетін мүмкіндігіңіз бар. Іс-әрекет жасаңыз жай ғана. Міне осындай іс-әрекеттің арқасында ғана біз мынау Қаныш Назарбаев Тоқаев жүйесін құлата аламыз. Енді мен ұзақтау осы жерде сөйлеп кеттім. Айткүл ханым, бір сөзбен айтатын болсақ, біз 1 сағатқа жуық эфир жүргіздік, өте жақсы эфир болды, өте көптеген тақырыптарды талқыладық. Бір сөзбен айтқанда, енді сізге бір 3-4 минуттың ішінде халыққа айтатын үндеуіңіз, халыққа айтатын жолдауыңыз болса, айтып жеткізсеңіз, соны бөлек кесіп алып, ертең біздің каналдарда шығаратын боламыз. Құрметті қазақ халқы, әсіресе қазақ жастары, бізге Тоқаевпен бірге жол жоқ. Сондықтан Тоқаевқа қарсы күресу үшін 16-12 ақпараттық каналы және командасы қазіргі таңда бірігіп жұмыс жасап жатыр. Болашақты жасағыларыңыз келсе, және де болашақта өзіңіздің қазаққа деген қызметіңізді осы күннен бастап атқарып, өз орныңызды, қоғамдағы өз орныңызды тапқыңыз келсе, 16-12 каналына, командасына қосылып жұмыс жасаңыздар. Қазір 16-12 командасында 7-8 азамат жұмыс жасап жатыр. Осылай эфирларға шығып, спикерлер болып, шетелдегі жүрген. Қазақстанда да сіздер Тоқаевтың немесе өз өлкеңіздің қиыншылықтарын айтып, каналға шығып ақпарат таратуыңызға және өзіңіздің пікіріңізді, ойыңызды білуге мүмкіндігіңіз бар. Командаға қосылыңыздар. Жастар, күш бірлікте. Нам
с Токаевым не по пути деген сөз бар ғой орысша. Сондықтан бізге Токаевпен бірге, мен орысша мас, бірақ енді орысша айтып қояйын деп тұрмын ғой арасында. Бізге Токаевпен бірге жол жоқ, оны көзіміз жетіп отыр. 7 жылда және күнделікті өмірімізде біз Токаевпен бірге жарқын болашақты жасай алмайтынымызға көзіміз жетті. Сондықтан құрметті қазақ жастары, 16-12 командасына қосылыңыздар және ақпарат таратыңыздар, болашақты бірге жасауға атсалысыңыздар. Үлкен рахмет. Осы тарапта құрметті отандастар, бізбен эфирде болып, лайктарыңызды басып, комментарий жазып, сұрақтарыңызды қойып отқан әрбіріңізге алғысымыз шексіз. Белсенді болыңыздар. Жай ғана лайк, комментариймен ғана шектелмей, жасырын ұяшық құрып телеграмнан штабқа байланысқа шығыңыздар. 16-12 ақпараттық арнасын журналистер жұмысын күшейтіп, адамдарды қаржыландыру үшін бізге 16-12 ақпараттық арнасына сіздердің қаржылай қолдауларыңыз өте маңызды. 16-12 ақпараттық арнасы тек Қазақстан халқы үшін жұмыс жасайды. Қазақстан халқының жақсы өмірі үшін 16-12 инфо ақпараттық арнасы сіздер үшін, сол үшін достар. 16-12 ақпараттық арнасы халықтық болғандықтан, тек қана сіздердің қолдауларыңыздың арқасында біз ары қарай жұмысымызды күшейтудеміз. 16-12 ақпараттық арнасын қаржылай қолдау үшін төмендегі ссылка арқылы, Patreon арқылы өтіп, барлығы оп-оңай, инструкция барлығы жазылған. Қолдаңыздар. Біз түбі мынау Қанішер Назарбаев Тоқаев жүйесін құлатамыз. Барлығыңызға үлкен рахмет. Келесі эфирде кездескенше, Айткүл ханым, сізге үлкен рахмет. Алдағы уақытта тағы да эфирлерге шығамыз. Алды, жақсы, сау саламатта болыңыздар. Құрметті қазақ халқы, Тоқаевтан сұраңыздар, Марат Жыланбаев қайда, ол тірі ме? Неге үнсіз? 5 айдың көлемінде Марат Жыланбаевлары, қолдаушылары, қорғаушылары бар. Сондықтан барлық қазақтың жанашыры видео үндеу жасау арқылы Марат Жыланбаев қайда, ол тірі ме деген сұрақпен Тоқаевқа хабарласыңыздар, жаңағы үндеу жолдаңыздар. Күш бірлікте міндетті түрде демократиялық парламенттік жүйе құрамыз, атсалысыңыздар. Түбі мықты мемлекет құрамыз. Жақындап қалды. Рахмет. Режиму осталось немного. Но время нахождения режима у власти зависит от вас, от вашей активности. Когда мы будем активны, будем энергично действовать, помогать нашей оппозиционной организации, власть падет немедленно. Поэтому, уважаемые друзья, помогайте, финансируйте и, важно, зарабатывайте. Все 17, 18, 19, с 2020 года, даст Бог, очень будет у нас хорошо.